Сіз білесіз бе, егде жастағы адамдарда аяқтың тартылып қалуының ең жиі себептерінің бірі өте қарапайым бір қоректік заттың жетіспеушілігі болуы мүмкін. Ең қызығы, адамдардың көпшілігі өзінде осындай жетіспеушілік бар екенін мүлде байқамайды. Бұл шындық. Егер жасыңыз 60-тан асса, әсіресе түнде аяқтың кенеттен ауырып тартылып қалуы, бұлшықеттеріңіздің үнсіз түрде көмек сұрап тұрғанының белгісі болуы мүмкін. Бұл жай ғана қолайсыздық емес. Миллиондаған егде жастағы адамдар үшін аяқтың жиі тартылуы, бұлшықеттердің әлсіреп бара жатқанының, қан айналымының нашарлағанның және ағзадағы қоректік заттардың кепе-теңдігі бұзылғанның ерте белгісі. Уақыт өте келе бұл қозғалыстың азаюына, құлап қалу қаупінің артуына және өздігінен әрекет ету қабілетінің төмендеуіне әсер етуі мүмкін. Тағы бір маңызды нәрсе, мұндай тартылулар көбінесе бірнеше маңызды заттардың жетіспеушілігімен байланысты болады. Бірақ көп жағдайда бұл көрсеткіштер тұрақты түрде тексеріле бермейді. Зерттеулер көрсеткендей, түнгі тартылудың алдын алуға көмектесетін негізгі дәрумендердің бірі егде жастағы адамдардың басым бөлігінде жетіспейді. Көп жағдайда ол тіпті қабылданып жүрген қоспалардың құрамында да болмайды. Жақсы жаңалық бар. Мұны түзетуге болады. Бүгін мен сіздерге аяқтың тартылуын азайтуға, бұлшықеттерді нығайтуға және қозғалысқа деген сенімділікті қайта қалпына келтіруге көмектесетін 3 өнім туралы айтып беремін. Бұл ақпарат ғылыми негіздерге сүйенеді. Егер сіз немесе жақындарыңыз бұлшықет әлсіздігін, кернеуді немесе әсіресе түнгі уақытта аяқтың тартылуын байқап жүрсе, бұл видео сіз үшін ең маңызды видеолардың бірі болуы мүмкін. Соңына дейін міндетті түрде көріңіз. Себебі үшінші өнімнің құрамында егде жастағы адамдарда жиі жетіспейтін бір минерал бар, және ол сіздің қозғалысыңызға айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Бастамас бұрын арнаға жазылып, хабарламаларды қосып қоюды ұмытпаңыз. Бұл арнада көп айтылмайтын, бірақ шын мәнінде пайдалы шешімдермен бөлісеміз. Сондай-ақ пікірге қай қаладан қарап отырғаныңызды жазыңыз. Біз үшін бұл өте қызық. Енді бастайық. Бірінші өнім жұмыртқа. Көптеген адамдар оны күнделікті таңғы ас ретінде қабылдайды. Бірақ бұлшықеттерді сақтау және аяқтың ауыр тартылуын азайту туралы айтқанда, жұмыртқа көбіне бағаланбайтын, бірақ өте тиімді өнімдердің бірі. Қымбат қоспалар мен сәнге айналған ұнтақтардан айырмашылығы, жұмыртқа табиғи және қарапайым қорек көзі. Әсіресе жас ұлғайған сайын, бұлшықеттер мен жүйке жүйесі дәл осындай сапалы қорекке мұқтаж болады. 60 пен 70 жас аралығында ағза табиғи түрде бұлшықет массасын жоғалта бастайды. Бұл жағдай саркопения деп аталады. Оның негізгі себептерінің бірі ақуыздың жеткіліксіздігі және кейбір дәрумендердің тапшылығы. Міне осы жерде жұмыртқаның рөлі ерекше. Бір жұмыртқаның құрамында шамамен 6 грамм толыққанды ақуыз бар. Яғни бұлшықеттердің қалпына келу үшін қажет барлық негізгі амин қышқылдары болады. Бұл шаршау, әлсіздік және түнгі тартылумен күресуде маңызды. Бірақ пайдасы мұнымен шектелмейді. Жұмыртқаның сарысында Д дәрумені бар. Бұл дәрумен кальцийдің дұрыс сіңуіне көмектеседі және бұлшықеттердің дұрыс жиырылуын қолдайды. Көптеген зерттеулер көрсеткендей, егде жастағы адамдардың басым бөлігінде осы дәрумен жетіспейді. Әсіресе күн сәулесін аз көретіндерде. Бұл тек тартылуға ғана емес, жалпы сүйек пен бұлшықет жағдайына да әсер етеді. Тағы бір маңызды элемент B12 дәрумені. Жас ұлғайған сайын, асқазан бұл дәруменді бұрынғыдай жақсы сіңіре алмайды. Соның салдарынан жүйке жүйесіне әсер етіп бұлшықеттердің тартылуы жиілейді. Жұмыртқа осы дәруменнің жақсы сіңетін көздерінің бірі. Ол жүйке мен бұлшықет арасындағы байланысты жақсартуға көмектеседі. Егер сіз ет өнімдерін аз тұтынсаңыз, жұмыртқа сіз үшін одан да маңызды болады. Қанша мөлшерде жеу керек? Зерттеулер көрсеткендей, аптасына 6-7 жұмыртқа көпшілік үшін қауіпсіз және пайдалы. Кей жағдайда өңделген еттің орнына жұмыртқа қолдану жүрекке түсетін жүктемені де азайтуы мүмкін. Кішкентай кеңес: жұмыртқаны көкөністермен немесе сүт өнімдерімен бірге тұтынсаңыз, пайдасы арта түседі. Ал егер қандағы қант деңгейін бақыласаңыз, оны дәнді дақылдармен бірге қолданған дұрыс. Егер түнде аяқ тартылса,
кешкі асқа немесе жеңіл тағам ретінде жұмыртқа қосып көріңіз. Бұлшықеттер түнде қалпына келіп, тартылу азаю мүмкін. Бірақ бір ескеретін жайт бар. Егер бүйрекке қатысты мәселелеріңіз болса, немесе ақуызды шектеу қажет болса, алдымен маманмен кеңескен дұрыс. Жалпы алғанда жұмыртқа бұлшықеттерді қорғауға, жүйке жүйесін қолдауға және күшті сақтауға көмектесетін қолжетімді өнім. Енді келесі өнімге өтейік. Екінші өнім банан. Қарапайым көрінгенімен, банан аяқтың тартылуына қарсы ең тиімді табиғи құралдардың бірі. Көп адам аяқ тартылғанда банан жеу керек деген кеңесті естіген. Бұл жай ғана сөз емес. Оның артында нақты негіз бар. Бар мәселе калийде. Калий – бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуі, жүйке сигналдарының берілуі және сұйықтық теңгерімі үшін қажет маңызды минерал. Егде жаста бұл элемент жиі жетіспей жатады. Соның салдарынан бұлшықеттер әлсіреп, тартылуға бейім болады. Орташа бір бананда шамамен 420 мг калий бар. Бұл айтарлықтай әсер бере алады. Сонымен қатар банан құрамында магний мен В6 дәрумен де бар. Олар бұлшықеттердің босаңсуына және жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Тағы бір артықшылығы банан ағзаны ылғалдандыруға көмектеседі. Бұл әсіресе суды аз ішетін адамдар үшін маңызды. Егер түнде аяқ жиі тартылса, ұйқыға 1-2 сағат қалғанда банан жеп көруге болады. Бұл бұлшықеттердің босаңсуына көмектесуі мүмкін. Көпшілік үшін күніне 1 банан жеткілікті. Егер тартылу жиі болса, күні бойы 2 бананда пайдалы болуы мүмкін. Үшінші өнім – жаңғақтар мен дәндер. Көп жағдайда олар жай ғана тіске басар ретінде қабылданады. Бірақ шын мәнінде бұл өнімдер бұлшықеттерді қолдауда және аяқтың тартылуын азайтуда өте маңызды рөл атқарады. Жас ұлғайған сайын, ағза электролиттерді бұрынғыға қарағанда тезірек жоғалта бастайды. Әсіресе магний мен калий. Бұл екі минерал бұлшықеттердің жиырылуы мен босаңсуы үшін, сондай-ақ жүйке жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін өте қажет. Көптеген адамдар бұл жетіспеушілікті байқамайды. Бірақ оның салдары бұлшықет кернеуі, әлсіздік және түнгі тартылу болуы мүмкін. Жақсы жаңалық. Жаңғақтар мен дәндер осы минералдардың табиғи және бай көзі болып табылады. Сонымен қатар, олардың құрамында бұлшықет талшықтарын қалпына келтіретін ақуыз, қабынуды азайтатын пайдалы майлар және ағзаны қорғайтын антиоксиданттар бар. Бірақ барлық жаңғақтар бірдей емес. Енді ең пайдалы түрлеріне тоқталайық. Бірінші асқабақ дәндері. Бұл магнийге өте бай өнім. Шамамен 28 грамм, яғни бір уыс асқабақ дәнінде 168 мг магний болады. Бұл егде жастағы адамға қажетті тәуліктік мөлшердің едәуір бөлігін қамтамасыз етеді. Магний бұлшықеттердің босаңсуына көмектеседі. Егер ол жеткіліксіз болса, бұлшықеттер тым сезімтал болып, тартылу пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар асқабақ дәндерінде темір, мырыш және пайдалы майлар бар. Олар қан айналымын жақсартып, жүйке жүйесін қолдайды. Оларды салатқа, ботқаға қосуға немесе жай ғана тіске басар ретінде жеуге болады. Ең дұрысы тұз қосылмаған, табиғи немесе құрғақ қуырылған түрін таңдау. Екінші, бадам. Бадам өте теңгерімді өнім. Оның құрамында магний, калий және өсімдік ақуызы бар. Бұлшықеттер мен жүйке жүйесіне бірдей пайдалы. Шамамен бір уыс бадамда 77 мг магний және 200 мг калий болады. Бұл минералдар бұлшықеттердің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет. Егер олардың деңгейі төмендесе, тартылу мен әлсіздік пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар бадамда Е дәрумені бар. Ол бұлшықет тіндерін қорғауға көмектеседі. Бадамды жеке жеуге, йогуртқа немесе ботқаға қосуға болады. Қант деңгейін бақылау үшін оны жемістермен бірге қолданған дұрыс. Үшінші, пісте. Пісте калийге бай өнімдердің бірі. Бір уыс пістеде шамамен 290 мг калий бар. Калий жүйке сигналдарының дұрыс берілуі үшін қажет. Ол жетіспеген кезде бұлшықеттер сезімтал болып, тартылу жиілейді. Пістеде сонымен қатар магний, В6 дәрумені және ақуыз бар. Олар бұлшықеттердің қалпына келуіне көмектеседі. Тағы бір артықшылығы,
Пісте жүрекке пайдалы және көру қабілетін қолдайтын заттарға бай. Төртінші грек жаңғағы мен зығыр дәні. Кейде бұлшықет тартылуы тек минералдардың жетіспеуінен емес, ағзадағы ішкі қабынумен де байланысты болуы мүмкін. Осы жағдайда омега-3 май қышқылдары көмектеседі. Грек жаңғағы мен зығыр дәні осы пайдалы майларға бай. Олар қабынуды азайтуға, қан айналымын жақсартуға және жүйке жүйесін қолдауға көмектеседі. Зығыр дәнін ұнтақталған түрде қолданған дұрыс, өйткені тұтас күйінде ол толық сіңбейді. Бұл өнімдерді ботқаға, салатқа немесе йогуртқа қосуға болады. Бесінші кешью. Кешью жиі елеусіз қалады, бірақ ол бұлшықеттердің қалпына келуіне және қан айналымының жақсаруына көмектеседі. Бір уыс кешьюде шамамен 74 мг магний бар. Сонымен қатар оның құрамында мыс бар. Бұл элемент қан тамырларының саулығына және оттегінің дұрыс жеткізілуіне көмектеседі. Кешьюдің құрылымы жұмсақ болғандықтан, оны аз қорыту оңай, бірақ мөлшерін бақылау маңызды. Күніне бір уыс жеткілікті. Енді маңызды сұрақ, қанша мөлшерде тұтыну керек? Көпшілік үшін күніне бір уыс жаңғақ немесе 2 ас қасық дән жеткілікті болады. Оларды тамақпен бірге жаттығудан кейін немесе кешке қолдануға болады. Бірақ тұздалған немесе хош иістендірілген түрлерінен аулақ болған дұрыс. Артық тұз ағзадағы сұйықтық теңгеріміне әсер етіп, тартылуды күшейтуі мүмкін. Қорытындылайық. 3 қарапайым бірақ тиімді өнім бар. Жұмыртқа. Сапалы ақуыз бен маңызды дәрумендердің көзі. Банан, калий мен магнийге бай, бұлшықеттерді қолдайды. Жаңғақтар мен дәндер ағзаға қажет минералдар мен пайдалы майларды береді. Осы өнімдерді тұрақты түрде қолдану, жеткілікті су ішу және ағзаға назар аудару, қозғалысты жеңілдетуге, ұйқыны жақсартуға және күшті сақтауға көмектесуі мүмкін. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, пікір қалдырыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін маңызды. Және тағы бір маңызды нәрсеге назар аударыңыз. Жаңғақтар мен дәндерді қалай және қашан қолдануда үлкен рөл атқарады. Көп адам тек өнімнің өзіне мән береді, бірақ оны дұрыс уақытта қолдану әсерін күшейте алады. Мысалы, тамақпен бірге қолдану майда ерітін дәрумендердің жақсы сіңуіне көмектеседі. Ал жеңіл қозғалыстан немесе серуеннен кейін қолдансаңыз, ағза жоғалтқан минералдарды толықтыруға көмектесуі мүмкін. Кешкі уақытта аз мөлшерде жаңғақ немесе дән тұтыну бұлшықеттердің босаңсуына әсер етіп, түнгі жайлылықты жақсартуға ықпал етуі мүмкін. Бірақ бір нәрсені ұмытпаңыз. Көп мөлшерде жеу міндетті түрде жақсы дегенді білдірмейді. Мұнда тұрақтылық пен тепе-теңдік маңызды. Сондай-ақ өнімді таңдағанда құрамына назар аударыңыз. Тым тұзды немесе хош иістендірілген түрлері ағзаға қосымша жүктеме беруі мүмкін. Артық тұз сұйықтық теңгеріміне әсер етіп, кей жағдайда керісінше жайсыздықты күшейтуі мүмкін. Енді қысқаша тағы бір рет қайталайық. Егер сіз аяқтың тартылуын азайтқыңыз келсе және қозғалысты жеңілдеткіңіз келсе, ең алдымен 3 қарапайым нәрсеге көңіл бөліңіз. Біріншісі жұмыртқа. Ол бұлшықеттерге қажетті сапалы ақуыз бен маңызды дәрумендерді береді. Екіншісі банан. Ол калий, магний және басқа да пайдалы элементтер арқылы бұлшықеттердің жұмысын қолдайды. Үшіншісі жаңғақтар мен дәндер. Олар ағзаға қажет минералдарды, пайдалы майларды және қорғаныш заттарды қамтамасыз етеді. Бұл 3 бағыт бірге жұмыс істегенде ағзаға қажетті қолдауды береді. Қозғалыс жеңілдейді. Бұлшықеттер өзін тұрақтырақ сезінеді, ал түнгі жайсыздық азаю мүмкін. Тағы бір маңызды кеңес, су ішу режиміне мән беріңіз. Кейде қарапайым су жетіспеушілігі де бұлшықеттердің тартылуына әсер етуі мүмкін. Күні бойы аз-аздан су ішуге тырысыңыз. Егер сіз осы кеңестерді біртіндеп күнделікті әдетке айналдырсаңыз, уақыт өте келе ағзаңыздағы өзгерістерді байқай бастайсыз. Өзіңізге көңіл бөліңіз, ағзаның беріп жатқан сигналдарын елемеңіз. Кішкентай өзгерістер үлкен нәтижеге әкелуі мүмкін. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, пікірде өз ойыңызды қалдырыңыз. Сіздің тәжірибеңіз басқа адамдарға да көмектесуі мүмкін. Арнаға жазылып, келесі видеоларды өткізіп алмаңыз. Біз сіздермен бірге пайдалы және қарапайым шешімдерді бөлісуді жалғастырамыз. Мен Алмас Нұрғалиев.
Келесі кездескенше.